ақылы қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен деп басталады екен, иә балалар? Ал олай болса, құрметті қонақтарымыз, біздің 3-ші сынып оқушыларының ұйымдастырылған көрінісіне қош келдіңіздер. Жалпы бастаймыз. Алақай, ауылдан әжеміз келе жатыр. Алақай. Әжемізді алып келеміз балалар, жоғарыға. Әжетай, біздің сізге дайындаған дастарханымыздан ауыз тиіңіз. Әже, ертегі айтып бересіз бе? Жарайды балалар, мен сендерге ертегі алып берем. Ертегі айту үшін сендер тыныш отырыңдар, әжең айтқан тыңдаңдар, мені тыңдаңдар. Ерте, ешкі жүні бөлкеде, баяғы замандарда шал мен кемпір өмір сүріпті. Bir күні шал кемпірге бұлай дейді: кемпір, маған бауырсақ берші дейді. Кемпір айтады: таусылайын дегеннен кейін жамандық оны жақсылықты тастап кетеді. Жапан далада қалған жақсылар бір киіз үйге тап болады. Ол киіз үйдің ішіне кірсе бір табан азық бар. Мысық бара жатып, бір тышқан кездеседі. Мысық тышқанды ұстап алып, бір үйінде не бар? Тышқан былай дейді: мен үйінде таусылмайтын тәтті сыйай келіп жатты, жан біткеннің бәрі маған. Ертегілер,